Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге шайға оңай және тез дайын болатын чак-чактың рецебімен бөлісетін боламын. Осындай қытырлап, өте дәмді болып піседі. Құрамы да өте қарапайым. Бізге 3 жұмыртқа, ұн және сгущенка қажет. Ең алдымен 3 жұмыртқаны шағып, ыдысымызға саламыз. Тұз саламыз. Және жақсылап араластырамыз біркелкі болғанша. Одан соң електен өткізіп ұн саламыз. Қолымызбен қамыр илейміз. Достар, менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Видеом ұнап жатса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Қамырымыз илеп болдық. Енді оны целлофан пакетке салып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Жарты сағаттан кейін алып оқтаумен жайып бастаймыз. Ұн сеуіп жайып аламыз. Осылай жұқа қылып жаямыз. Жайып болған соң осылай жайып кептіріп аламыз 5-10 минут. Сонда қамырымыз бір-біріне жабыспай жақсылап кесіледі. Осылай 2 бөліп алдым. Одан соң тағы бүктеп, ұзынша қылып кесіп аламыз. Пышақтың көмегімен осылай ұзынша қылып кесеміз. Қамырымызды осылай кептіріп алсақ, бір-біріне жабысып қалмайды. Одан соң кесілген қамырды осылай бір-бірінің үстіне қойып, тез-тез кесіп алсақ болады. Осылай 4 бұрыш қылып әдемілеп кесіп аламыз. Піскен кезде сонда әдемі болып шығады. Міне барлық қамырды кесіп алдық. Көріп тұрғаныңыздай бір-біріне жабыспайды. Енді оны қызып тұрған майда қуырып аламыз. Чак-чактар өте тез піседі. Былғап тұрып осылай пісіріп аламыз. Кішкене қызарса жеткілікті. Қатты қызартудың қажеті жоқ. Одан соң сүзгімен сүзіп аламыз. Майлы болып кетпейді, қорықпаңыздар. Қуырып болғаннан кейін де осындай майсыз болып, құрғақ болып тұрады. Аз-аздан салып қуырып аламыз, себебі майға салғаннан кейін үлкейеді. Бәрін бірден салып жібермейміз. Аз-аздан бөліп қуырып аламыз. Мінекей барлығын қуырып алдық. Енді сгущенка қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Тағы да кішкене қосып жібердім мен. Жақсылап араластырып аламыз. Одан соң пищевой пленкамен осылай жауып қойсаңыздар да болады. Немесе собойда кішкене тәрелкеге салып, шаймен іше берсе де болады. Өз қалауыңызша мак сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Мен кішкене сеуіп алдым әдемілік үшін. Дастарханға қойғанымызда өте әдемі болып тұрады. Чак-чактарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Қытырлақ, ауызда еритін чак-чак болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.